Саламатсыздар ма? Мен есім Бақытжан Кемалханұлы. Мен тендер саласында 7 жылдық тәжірибем бар. Осы 7 жылдың ішінде 5 миллиардтан астам тендер ұтып, соны орындағанмын. Бүгін біз қандай тақырып қозғаймыз? Яғни демпинг тақырыбы. Яғни конкуренциясы көп запрос цена приложение бар ғой. Сол жақта негізі ең төмен бағамен ұтып кетеді ғой. Бірақ кейбіреулер төмен баға берсе де ұта алмай жатады. Не себептен? Осы демпинг себептен осы тақырыпты қозғаймын. Енді тақырыпқа көшпес бұрын осы видеоға лайк қойыңыздар, мен YouTube, Instagram каналыма тіркеліңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Кім видеоны соңына дейін қараса, жеке өзім тарапынан сіздерге бонус беріледі. Ендеше біз ноутбукқа назар аударайық. Яғни мен запрос ценовых приложение бар ғой, ең оңай, әшейін 1-2 кнопканы басасың, қатысып кете бересің, ол проблема жоқ. Осыдан мен бір тендер ұтып алдым. Яғни шина ұтып алдым. Мынау шина Алматы Электронсқа. Осы протокол итогты қарасаңыздар, ең төмен баға берген ТО белорусская шина деген компания төмен баға берген екен, 79.990 берген. Бірақ астын қарасаңыздар, мен суретті қарасаңыздар, ұтқан компания мен, яғни ЖК Бақытжан. Мен берген баға 99.583 теңге бергенмін. Бірақ қалай мен ұтып кеттім? Ал ТО белорусская шина, міне, ограничение по пункту 80 правила госзакона. Яғни оны атқан етті. То есть бізде ой қандай? Конкуренция көп, бағаны ең төмен баға беріп ұтып кетеді. Бізде ана жылы заң енді демпинг деген, яғни кім төмен баға берсе, оны татқан етіп тастайды. Енді мен сіздерге осының историясын айтайын. Бір күшті история айтайын. Жалпы оны тендер саласында ешкім естімегенде шығар. Мен жеке өзім ценовка аз қатысам. Егер де менде заводтармен байланысы бар тендер болмаса, яғни заводтармен тікелей жұмыс істеймін, содан ең арзан баға алам, сол бағамен қатыспасам, былай ценовкаларға қатыса бермеймін. Бір күні байқаймын, ценовкалардың барлығында бірақ компания ұтып жатыр. В общем, тендерде қаншама тендер бар ғой, ценовкалардың барлығында бір компания ұтып кетіп жатыр. Жаңалыққа да шығып кетті. Сөйтсем, білесіз ба, қандай бағамен ұтып жатыр? 1 теңге. 1 теңге берген. 1 теңге беріп ұтып кетіп жатыр. Қызық. Мен өзім ценовка қатыспаймын ғой. В принципе, маған ол қызық емес дедім да. Мейлі, ұтсаң ұта берсін дедім. Сөйтіп, бір күні бір ценовка тоже қатыстым. Қатыссам, мен 2-ші орын алып қалдым. Сөйтіп, 1-ші орын алған 1 теңге берген. Мейлі дедім. Қарасам, бір күні маған WhatsApp-қа сообщение келіп тұр. Біз ИП мынандай тендер 1-ші орын алдық. Сізге осы тендер 2-ші орынға бару үшін, яғни сіздерге сол тендер алу үшін біздің Каспиймен мынанша ақша аударып жіберіңіз. Сол кезде ғана сізге 2-ші орынға жібереміз деп айтқан. Яғни бізде тендерде мынандай заң бар. 1-ші орын деген бар, 2-ші орын деген бар. Егер мына жақта қарасаңыз, 2-ші орында ТО Альтративс деген компания алған. 1-ші орын бізді алғанбыз. Егер мен 1-ші орын болып договорға қол қоймасам, автоматически 2-ші орынға кетеді договор. Білесіз ба? Және де договорға қол қойғаннан кейін бізде 3% обеспечение деген бар, соны салмасақ та 2-ші орынға кетеді. Сол айтады, жаңа ИП, мен договорға қол қоймасам, 2-ші орынға сізге барады ғой. Сол сізге жіберу үшін маған Каспийге мынанша ақша аудар деді. Сол кезде түсіндім, сонда ол компания барлық тендерге 1 теңге береді, ұтып алады да 2-ші орынға жіберу үшін бәріне ақша талап етеді. Түсінікті? И сол себептен сондай нәрсе болмас үшін тендерде демпинг деген нәрсе ойлап тапты. Яғни кеше ашылған ИП, кеше ашылған ТО қателес баға беріп қоймас үшін, қателес баға берген ұтып алады да орындай алмай жүреді ғой. Сондай нәрсе болмас үшін демпинг деген нәрсе ойлап тапты. Яғни кім ең төмен баға берсе, соны атқан етеді. Яғни қай кезде? Яғни сіздерге дәл қазір портал соны қалай санайтын, яғни содан демпингге түсіп қалмас үшін не істеу керек екенін сіздерге көрсететін боламын. Ендеше презентацияға қарайық, сіздерге арнайы мен презентация дайындап қойғам. Ценовкада демпинг. Мысалы, заказчик сол тендерге 10 миллион теңге ақша берді. 10 миллион теңге ақша бөлді. Осы тендерде 6 компания қатысып жатыр. 6 компания қатысып жатыр. Соның бірінші компания 9 миллион теңге беріп қатысты, екінші 8,5 миллион теңге берді, үшінші 8 миллион теңге, төртінші 7 миллион 800 мың берді, бесінші 7 миллион 300 мың берді. Бірақ бір компания алды 4 миллион теңге берді. Яғни 6-шы компания.
портал не істейді? Сол 6 компанияның берген бағаларын бәрін қосады. Шықты. Қосқан қарасақ, соны қосқан кезде 44 миллион 600 мың теңге шықты. Портал не істейді? Қанша компания қатысып жатыр? 44 миллион 600 мың теңгені 6 қатысушыға бөліп тастайды. Бөлген кезде бізде 7 миллион 430 мың теңге шығады. Енді не істейді? 7 миллион 430 мың теңгеден бізде портал не істейді? 30% алып тастайды. 30% алған кезде бізде 5 миллион 200 мың теңге шығады. Яғни сол 5 миллион 200 мың теңгеден кім төмен баға берді, а бұл жерде схемада 4 миллион теңге берген компания ғой. Соны атқан жетеді. Витойы кім ұтады? 7 миллион, одан кейінгі баға, яғни демпинг 30%-дан төмен бермеген компаниялар, ол 7 миллион 300 мың теңге сол ұтып кетеді. Яғни бір қысқаша сөзбен былай болады. Барлық қатысушының бағасын қосып, қатысушы санына қосады, содан шыққан суммадан 30% алған кезде шығады ол сумма. Содан төмен берген компанияның бәрі атқан сетіледі. Түсінікті? Енді бүгіннен бастап осы демпингті біліп жүріңіздер. Мысалы, заказчик 10 миллион теңге берсе, сіз тауарды 3 миллионға тапсаңыз, 2 миллион теңге пайда нормально десе, 5 миллион теңге бересіз, бірақ та сізді атқан теп тастайды. Ондай болмас үшін осы демпингті біліп жүрсеңіздер, сіз атқан етілмейсіздер, ұту мүмкіндігі көбейеді. Ендеше тағы жекеменен бонус қандай, кімде кім кезекті тақырыпқа, қандай тақырыпта видео түсіруіміз керек, тақырып жазып кетсеңіздер, араларынан біреуін таңдаймын да, соған мен атымнан 5000 теңге сыйлық беремін. Ендеше келесі видео кездескенше сау болыңыздар.